Vladimir Vladimirovich. Бұл Путин. Путинді танитындардың бәрі оның өте жақын адам екенін айтады. Оның өмір бойы бір ғана досы болған. Путиннің онымен байланысты жағымсыз естеліктері болса да, жиналғандардың барлығына сәлем жолдаймын. Сіз менің YouTube арнамдасыз, және менің атым Аргамустан. Бүгін біз Владимир Путин туралы көбірек білетін боламыз. Бірақ басқа көзқараспен. Әлемдегі ең ұлы елдердің бірінің президенті болғанына қарамастан, ол әлі де балалық шағы, қорқынышы мен арманы бар қарапайым адам. Путин туралы қызықты фактілерді айтуды бастамас бұрын видеоға лайк басып, арнаға жазылыңыз. Владимир Путин 1952 жылдың 7 қазанында Ленинградта дүниеге келген. Ол ұлы отан соғысына қатысқан Владимир мен Марина Путиннің отбасында дүниеге келген. Болашақ президент 3 баланың кенжесі болатын. Путиннің ағалары Виктор мен Альберт өте жас кезінде қайтыс болды. Путиннің атасы Спиридон Иванович тамаша аспаз болған. Бірде оны Лениннің саяжайында жұмыс істеуге шақырды. Сонымен қатар Ивановичтің Сталинге де тамақ әзірлеуге мүмкіндігі болды. Владимир Путиннің балалық шағы Башки тұйық көшесіндегі шағын бөлмеде тиісті байланысы жоқ пәтерде өтті. Алайда, бала өзі өмір сүрген жағдайлардан ұялмады. Бірде Путин үлкен егеу құйрықтардың есік алдында аң аулағанын есіне алғанын мойындады. Путин бала кезінен бастап әйел құрдастары арасында өте танымал болды. 5-ші сыныпта ол қыздарды сүйіп үлгерді. Тіпті батыр немесе бір жақты нан болды. Путин мектепте онша жақсы оқымады. Ол физика, химия, алгебра және геометриядан ең төменгі өту балдарын алды. Путин батылдық таныта салысымен 20 жұмыртқаның қабығын жеді. Бірақ 14-шіден кейін ол жалғастыра алмады. Оның спорттағы жетістіктері оның мектептегі үлгермеушілігін жабады. Ол дзюдодан көптеген жарыстарға қатысып, көптеген марапаттарға ие болды. Путиннің өмір бойы университетте танысқан бір ғана досы болған. Нағыз кәсіпқой болғандықтан, ол досын бірнеше сабаққа қатысуға көндірді. Алғашқы жарыс кезінде ол абайсызда құлап, мойнын сындырып алып, бірнеше күннен кейін қайтыс болды. Путин жеңілгеннен кейін қатты күйзеліске ұшырады. Путин 18 жасында қара белбеу алды. 1999 жылы Путин және оның достары Владимир Путинмен бірге дзюдоны үйрену кітабын шығарды. Интернетте Путиннің өз иттерінен бастап, сыра мен жолбарыстарға дейін әртүрлі жануарлармен түскен суреттерін таба аласыз. Президент жануарларды жақсы көреді. Оның бүкіл хайуанаттар бағы бар. Онда ол өзіне берілген барлық жануарларды ұстайды. Президенттің 4 иті бар. Лабрадор, Қаракачан тұқымынан шыққан 2 пүдел, ешкі мен ешкі және ергежейлі жылқы. Путин иттерін қатты жақсы көреді. Кейде олар оны басқа елдердің басшыларын қорқытпақ болғандай әзілдейді. Путин өзінің үй жануарларын саяси көшбасшыларға психологиялық қысым көрсету үшін пайдаланады деген қауесет бар. Ал Ангела Меркель иттерден қорқады. Кенслердің қызметкерлері оның келуіне жақын жерде, ешбір жерде жасырынған ит болмауы керек деп алдын ала ескертеді. Бірақ бір күні Путин мен Меркель әңгімелесіп жатқанда, оның зертханашысы кон бөлмеге кіріп кетті. Меркель өзін біріктіруге тырысып жатқанда, Ресей президенті ит сені қорқытпайды ма деп сұрады. Лотереяны ұтып алу мүмкіндігінің салыстырмалы түрде төмен болуына қарамастан, Путиннің үлкен жеңіске жетуінің мысалы бар. 1974 жылғы мемлекеттік лотереяда ол Запорожец көлігін ұтып алды. Путиннің ең үлкен кемшілігі оның ұқыпсыздығы. Көбінесе ел басшысы кез келген кездесуге кешігіп келеді. Ол тіпті Рим папасын немесе басқа елдің президентін де күтуге мәжбүр етеді. Бұрынғы әйелінің айтуынша, ол кездесулерге 15-20 минутқа емес, 1,5 сағатқа кешігіп келген. Сонымен бірге оның бұрынғы әйелі де күйеуін үнемі күтетін. 2013 жылы Владимир Путин Рим папасы Францискті оны 15 минуттай күтуге мәжбүр етті. Бірақ бұл Ресей президентінің кешігіп келген жалғыз оқиғасы емес еді. 2012 жылы ол ақш мемлекеттік хатшысы Джон Керримен Сирия бойынша келіссөздерге 3 сағатқа кешігіп келді. Ал 2003 жылы Ұлыбритания патшайымы Елизавета Аяй-ны оны күтуге мәжбүр етті. Айтпақшы, Путин сағатын үнемі оң қолына тағып жүреді. 28 шілдеде 1983 жылы 30 жасар Владимир Путин 25 жасар Людмила Скрепнаға үйленді. Оларды Людмила стюардесі болып жұмыс істеп, Ленинградқа 3 күнге келген кезде
ортақ досы таныстырды. Баспасөзге арналған «Сүйіспеншілік» фильмі олардың махаббат хикаясына негізделген. Бір кездері тамаша романтика мен ұзақ өмір бірге 2013 жылдың 6 маусымында аяқталды. Путин және оның әйелі Людмила Эсмералда балетіне қатысты және спектакльден кейін ерлі зайыптылар журналистерге алдағы ажырасулары туралы хабарлады. Это так. Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту 8 лет, уже 9 даже, да? 9 лет. Так что, в общем, это общее решение. Да, я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича. Это действительно было нашим общим решением. Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, они живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность. И перелеты для меня сложны, и мы практически не видимся. Владимир Владимировичтің айтуынша, 90-шы жылдары ол қолына тапанша алып төсекке кеткен. Бұл уақыттың талабы еді. Оның президенттігі кезінде Путинге қарсы кем дегенде 13 қастандық жасалған. Олар алғаш рет Собчакты жерлеу кезінде президентті өлтіргісі келді. Мергендер кісі өлтіруге оқталғанға дейін залалсыздандырылды. 2007 жылы американдық Time журналы Путинді жыл адамы деп атады. 2010 жылы қайырымдылық шарасы кезінде Путин Blueberry Hill әнін жазда орындап, көрермендерді музыкалық шеберлігімен таңғалдырды. Blueberry Hillге қайта оралайық. Путин фортепианода да өте жақсы ойнайды. Оның сүйікті шығармаларының бірі «Отан неден басталады». Ресей президенті суық тиюге қарсы дәрі-дәрмекке қатысты болса да, дәрі қабылдауға күмәнмен қарайды. Бірнеше жыл бұрын оның емдеуші дәрігері, Ресей Федерациясы президенті әкімшілігінің медициналық орталығының бас директоры Сергей Мирнов бұл туралы айтқан болатын. Путин дәрі-дәрмектің орнына ескі дәстүрлі құралдарды, бал қосылған шай, ванна, массаж және т.б. Ол православия шіркеуінің ізбасары болып табылады. Және гомосексуалдар туралы бірнеше рет теріс пікір білдіріп, бір жынысты некені сатанистермен теңестірді. Владимир Путин алғаш рет президенттікке кіріскен кезде Ресейге лаңкестердің жиі шабуыл жасағанын және қауіпсіздік мақсатында клонды пайдалануды ұсынғанын айтты. Бірақ ол бас тартты. Нет. И не было? Нет. А тема возникала вообще когда-нибудь такая? Возникало. И? Ну, и отказаться от этих двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом. То есть в начало нулевых? Да. Просто чтобы дублер ехал там, где стрёмно для... Ехал, появлялся там. То есть нет? Нет. Владимир Путин Twitter немесе Facebook сияқты ешбір әлеуметтік желіде тіркелмеген. Владимир Владимирович күн сайын таңертең баспасөздің өзі үшін арнайы дайындаған ақпараттары мен мақалаларын талдайды. Көбінесе Ресей көшбасшысы бейресми түрде, кейде тіпті жаргонмен, тіпті ең жоғары деңгейдегі қабылдаулар кезінде де сөйлеседі. Қаржы инвесторы Уильям Браудердің айтуынша, Путиннің байлығы шамамен 200 миллиард долларға бағаланады. Путин Билл Гейтстен де бай екен. 20-16 жыл ішінде Ресей президенті 8 ұпай, 8,5-8-ге дейін табыс тапты. 432 қарақшы. Сонымен қатар, 13 ұпай, 8 ұпай болды. Президенттің есепшотында миллион қарақшы бар. Полиция және А.
Мұның бәрі бүгінгі күн үшін. Егер Путин туралы фактілер сізді қызықтырса, міндетті түрде лайк басып, ағылшын тіліндегі Аргаблог YouTube арнасына жазылыңыз. Егер әлі жазылмаған болсаңыз, сондай ақ төмендегі түсініктемелерде осы мақалада жоқ барлық фактілерді немесе жаңалықтарды жазыңыз. Бұл бейне. Сіз Аргаблог YouTube арнасындасыз. Ал мен Аргам Устанмын. Баршамызға сәттілік тілеймін және менің каналымдағы басқа бейнелерді көруге кеңес беремін.